кезде қымбатты қонақтар, ұстаздар мен оқушылар, өткенін ескермеген өшеді, өткенін қастерлеген өседі демекші. Берер тәлімі мол, тарихтың тірі куәгерлері бүгін біздің ортамызда. Жаулардан қарсы келген жасқанбаған, жасаған ерлігіне мастанбаған, ұрпаққа өмір жолын өнеге боп, тарихта ардагерлер асқанбаған деп батырлық пен ерліктің ерен үлгісін көрсеткен жерлестеріміз бүгін біздің ортамызда. Бүгінгі кешке қатысушы қонақтарымызбен танысайық. Ешнияз Насреддин Алмасұлы, Торыбаев ағайларымыз. 1979 жылдың желтоқсан айында Кеңес үкіметінің ұлғаюымен Ауғанстан жеріне Кеңес әскерін енгізу туралы шешім қабылданды. Соғыс, зұлымдық, жазықсыз төгілген қан, тарих жылнамасынан өзінің қаралы нәубет жылдарымен орын алған зұлымдықтың бірі Ауған соғысы. Ауған соғысы 1979 жылдың 27 желтоқсанда КСРО қарулы күштері Ауғанстанға басып кіріп, оның істеріне қол сұғуы салдарынан тұтанған соғыс. Бұл соғыс аяқталмас, соғысқа ұласқан қасірет елдің тек өз ішінде ғана емес, оған сыртқы мемлекеттердің қосылуымен ұзаққа созылды. 10 жылға созылған Ауған соғысы КСРО бойынша қайтып оралмаған. Мектеп, тұрамыз. Түзек, тетіп. Қазақстан Республикасының әнұраны орындалсын. Бүгінгі кешімізді ашып беру үшін мектебіміздің директоры Тоқсанбаев Әбілқас ағайымызға сөз кезегін береміз. Құрметті Ауған соғысының ардагерлері, сіздерге мұқтажым. Өйткені ел қорғау ол елдегі мақсат, еліміздің, жеріміздің отан деген бір мақсат болған. Өйткені нағыз сіздер патриотсыздар. Патриот деген сіздердің бойларында ғана қалған ұғым ол. Қазіргі жас жеткіншектерге оны түсіндіру өте қиын. Сондықтан патриот тәрбиелеу ол жанұядан басталады. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Сондай сұрағын өзге елдің территориясы жеріне барып, сол өзіміздің кеңес өкіметінің сұрағын билігін орнату деген саясаттың жай құрбаны ретінде қаншама боздақтарымыз сол жақта көз жұмды, қаншамамыз із-түзсіз жоғалдық. 79 жылы басталған соғыс 89 жылы бар аяқталады. Соның өзінде біздің Қазақстаннан 22 мың әскер барған, 22 мың әскердің 140 солдаты сол Ауған соғысында із-түзсіз жоғалып кеткен. Қаншама жараланды, қаншама өлгені бар. Сондықтан құрметті оқушылар, ұстаздар, Ұлы Отан соғысының ардагерлері некен саяқ қалды. Енді міне біздің қазіргі алдымызға ардақтайтын ұлы тұлға ретінде көретініміз бұл кісілерді сол Ауған соғысындағы соғыс деген ол сағатқа немесе уақытпен соғыспайды.
өздеріңіз білесіздер, ол беймезгіл уақытта болуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі алғашқы әскери пән мұғалімі нөмір 72 мектептің ұйымдастыруымен осы ауған соғысының ардагерлерінің біздің оқушыларымызға жасаған ерліктері мен ол жерде орын көрген істерін баяндасын деп бұл іс-шара жасалды екен. Барлық іс-шараларымызға Құда қаласа баянды болсын, мына дендеріңіз сау болсын, ауған соғысының ардагерлері әрдайым алдымызда осындай жақын жүздеріңізбен өздеріңізден кейінгі өскелең ұрпаққа өздеріңіздің патриоттық сезімдік тәрбиеленгендеріңізді ел үшін, жер үшін қай жерде болса да өздеріңіздің күш-жігерлеріңізді көрсеткендеріңіз үшін сіздерге тағы да мектеп атынан үлкен алғыс айтамын. Сапаралы Алдияр. Келесі тамашалайтындарыңыз 5-ші А сынып оқушыларының
Камажай деймін. Бір-бір. Келесі тамашалайтындарыңыз көрініс. Ауғанстан 18 жасында.
Ендеше оқушыларды толғандырып жүрген сұрақтары да бар шығар. Олай болса келесі кезектерді оқушыларға берейік. Яғни сұрақтары бар екен сіздерге. Ардагерлерін құрметтеу, ол кісілерге тағзым ету біздің парызымыз. Осындай бейбіт өмірде өмір сүріп, осындай дәрежеге жетіп жүргеніміз мына осы ауған соғысының ардагерлерінің арқасында. Ендеше бүгін осы Абай ауыл округі біздің елді мекеннің бізде де осындай ауған соғысы ардагерлері жасайды. Біздің елді мекеннің ауған соғысының ардагері ауылымыздың Абай ауыл округінің ауған соғысының ардагері Торбай Бақыт ағамыз. Қошеметтеп қойыңыздар. Одан кейін мынау өзіміздің осы ауылдың тұрғыны ардагер ауған соғысында болған ағамыз Ешниязов нәсіл әскери жетекшісі Төлебай Дінәсіл ағайымыз. Одан кейін мынау осы ауылымыздың 73-ші мектептің әскери жетекшісі Нұржас ағайымыз келіп отыр. Құрметті оқушылар, ауған соғысы ардагерлері алдарыңызда ол кешіп сондай сіздерді осындай бейбіт өмір мынау нөмірі 55 жеңістің 50 жылдығы мектебінің әскери жетекшісі Жанайып Бақытжан. Оқушылар, сұрақтарыңыз болса, мынау ардагерлерге беретін сұрақтарыңызды қойып, қызықтырып жатқан сіздердің сұрақтарыңызды қойып, бүгінгі міне кездесуімізді қызықты әрі әдемі өткізу сіздермен біздердің қолымызда екен. Оқушылар, бар ма сұрақтарыңыз? Келіп, мына жерге келіп сұрақтарыңыз берсеңіздер болады. Келіңіздер. Соғыс кезінде қандастарыңыз Саламатсыздар ма? Әрине көрдік, жерлестерімізбен бірге болдық та жаңа өзіммен бірге кеткен жолдасымды да көрдім мен. Екеуміз бір күнде кеткенбіз, бірақ кейін Ауғанстанға кетерде бөлініп кеттік та. Бірақ басқа частар қызмет қылды, басқа частар қызмет қылса да соларды көріп қуанып тұрған жерлеріміз болған. Сіздің Ауғанстанға аттанғанда туысқандарыңыз білді ме? Жоқ, білген жоқ. Оны 1,5 айдан кейін білді. 1,5 айға дейін карантинде болдық. Жаңағы дайындады бізді сол Ауғанстанға. Сосын Ауғанстанға түскеннен кейін бірақ білді. Жаңағы хат арқылы. Ол кезде жаңағы телефон, жаңағы анау деген жоқ. Хат арқылы білді. Сіздер туралы түсірілген ауған соғыстары киносында жасандылық бар ма? Енді әрине көркем суретті фильмде жасандылық болады ғой, бірақ жанасады сәл шындыққа. Әсіресе анау 9-я рота деген кино. Соны көрсем тура Ауғанстанда болғандай боламын өзім. Сол жаңағы өзім болған кездерім есіме түседі. Көркем суретті болғаннан кейін қосылады ғой ішіне. Соғыстың алдында сіздерге арнайы жаттығулар жасады ма, жоқ әлде бірден қолдарыңызға қару ұстатып соғысқа жіберді ме? 1,5 ай жаттықтырды, атуды үйретті, жаңағы машина, мен жүргізуші болғам, машина айдауды үйретті. В общем, әскери жаңағы дайындықтың бәрін өткізді ғой. Содан кейін барып 1,5 айдан кейін Ауғанстанға келді. Насырхан ағай, сіздерге үкімет тарапынан қандай көмек көрсетіліп отыр қазіргі таңда? Енді үкімет тарапынан шынын айтқанда ешқандай көмек жоқ. Қазіргі таңда, яғни соғысқа қатысқан сарбаздардың көбісін қазіргі таңда көріп отырсыз ба? Яғни көресіз бе? Соғысқа қатысқан адамдарды? Әрине, мен мысалы мынау республикалық орталық берген чат бар, содан хабарласып араласып тұрамыз. 1200-ден астам тұлға бар. Яғни қазіргі жастарда, яғни ерлік дегенді қалай түсіндіресіз мысалға, бұл қазіргі жастар. Мысалға әртүрлі ұғымдар бар да, жастық деген. Мысалға біреулер үлкенге сөз қайтарғанда батылдық деп санайды. Сіздің өзіңіздің ойынша жастарға берген батылдық ойларыңыз?
батылдық деген, ерлік деген бұның бәрі жаңағы тек қана не дейді біздің қазақтар ауыл іші көше басы дейді ғой. Мен қарсымын. Жастарға батылдық, ерлік деген тек өздерінің күш қуатын көрсету, жаңағы ел қорғау, тағы да басқа мен ойлаймын өзім негізі. Қазір жаңағы күш көрсету ол батылдыққа жатпайды. Ол нағыз қорқақтық. Тек қана батылдық, ерлік ол елін қорғау, ол өзін көрсету емес азаматтық. Әскерге бару. Әскерге бару өзі, айтып отырсың ба, елін қорғау. Тек қана осы. Алдарыңызда ағаларым отыр, әскери форма киіп. Бұлардың барлығы да байқап отырсаңыздар, өздерінің отан алдындағы әскери борышын өтегендер, білімді, сіздерге тәрбие беріп отырып қарап отырсаңыздар. Осылар мақтан тұту керек. Әскери жетекші. Неге әскери жетекші? Әскери жетекші деген сіздерді жетектейтін. Әскери өмірге, әсіресе ер балдарды. Осы ағайындарыңыз өнеге үлгі алыңдар. Дегім келді. Бар еді, сұрақ беріп сіздердің ойларыңызды білейін деген. Әсіресе ардагер ағаларымызға бірінші сіздердің ойларыңызды біліп алайық. Сосын мына қонақтарымызға да кішкене өз ойларыңызды айта кетіңіздер. Жаңа біз сіздер осы қанды қасірет, яғни ауған жердегі соғыста бір үзінді көрдіңіздер. Алған әсерлеріңіз қандай? Қазіргі көріністер. Жәмил апай, алған әсер дейсіз, 18 жасымызда бар. Жоғары сынып нешейді жасы? Яғни біз мектеп бітіріп салып осы жерге бардық. Бақыт ағайларыңыз айтып отыр, дайындады деп. Мен 1 жарым ай, 3 ай, 6 ай дайындап саяққа жібердім. Әсерін айтатын болсам, барған кезде біздің алдымызда болған жігіттер дембек дейді ғой, бізде ояқта болған. Сұрақты түсінбедіңіз, қазіргі көріністен алған соғысында көрініс жасады. Қазір көрініс жасады, сол көріністен алған әсерлеріңіз. Әсер жаңағы айтып отырмын ғой, ол ешқандай да жаңағыдай не болған. Мысалы көрініс не қыласыздар дұрыс. Бірақ біз 18, 19, 20-да болдық әрекетсіз. Біз ештеңе ойлаған жоқпыз. Біз ойымыз тек қана бұйрықты орындау болды. Әсеріміз көріп отырған кезде кейде іштей. Сол жағдайлар есіңізге түсті ма? Иә, айтып отырмын. Сол іштей көз жасымызды жібереміз. Тістеніп отырамыз. Бұның бәрі біздің басымызда. Бақыт ағай, сізге де байланысты жаңа көріністен бір әсеріңіз жағдай не түсіндіңіз жаңағы неден? Иә, қонақтардың бәріне қойып. Бақыт ағайыңыз кезінде не болды, Санчаста жаралар тасылды. Сол кісілер тасыды. Осы жауап берсін. Мен өзі жаңа анау медсамбатта болдым. Жаңа бірінші көмек көрсететін бөлім дей ма? Сосын бізден әкете береді ғой, жаңағы инвалиді бар, басқасы бар. Мен көріп, сол есіме түсті. Осындай жаңағы аяқ қолынан айырылған балдарды да көрдік көзімізбенен. Мүгедек болып кетіп жатқан балдардың бәрін көрдік, сол есіме түсті бар көрдік. Алғашқы кезде сол мүгедек болып жатқан, яғни бәрі жас ер азаматтар ғой. Өзімізде сол медсаматта болып жатсыз. Сондағы алған әсеріңіз бірінші көрген кезде сізде қандай әсер болды? Сондай бір аяқ қолынан айырылып, сол жерде бір үріндей жас жігіттердің мүгедек болып қалуы. Өте ауыр болды. Бірінші жаңа анау енді тек қана мүгедек емес, анау өлген балдарды да көріп өте қатты әсер алдық. Бірінші күндері, бірінші уақыттары жаңағы түсімізге дейін кірді. Бастапқыдағы әсері мен кейінгі әсері, иә, бастапқыда қорқынышта болады, жаңағы осы адамдар ұқсап кетіп қаламыз ба ертең деген жаңағы нелер келеді адамның есіне өлеңдері. Кейін үйренеді ғой адам баласы. Бәрі нәрсеге. Нәсіп ағай, сізде бір ойыңызды айта кетсеңіз. Саламатсыздар ма, оқушылар, ардагерлер. Мына жаңағыдегі көріністен алған әсеріміз бұл балдарды жаңағыдегі ондай қиын жағдайды көрсетіп қорқыту емес. Былай айтқанда,
ол енді бір үйдің болған жағдай бір үйдің қайғысы былай айтқанда да. Енді бұл өлеңді сол ауған соғыс ардагерлері қазір неғып жатырмыз ғой, бұл кісілерге оны көрсетудің несінің еш жоқ. Мына қалған артта болмаған адамдарға ол үлгі да былай айтқанда. Енді 12-ші түгел болсын деп жатады ғой, қай кімге болсын. Ол адам бір мүшенің өзі басқаша көрсетеді адам. Ал аяқ қолдан айырылып, жаңағыдай сол жағдайға жеткен жағдайда ол көзден жас шығып, бәрі адам жаны ашиды. Ол ата-анасы, туған анасы жаңағыдай қарамай кеткені ол өте ауыр нәрсе ғой. Ол өз туған ана деген ешқашан өзінің несін тастамайды ғой. Перзентін жылатпасын. Мысалы, енді сол мына көріністің өзі қандай жүрекке тиетін еді. Бірақ енді сол нәрселер болмасын. Дендеріңіз сау болсын, ардагерлер бір жағынан сіздерге бір үлгі көріңіз. Рахмет. Соғыс болмасын. Қайырлы күн ардагерлер, ұстаздар мен оқушылар. Мына кездесу, сұхбат оқушылар үшін үлкен тәрбиелік мәні бар, зор мағыналы іс-шара болды есептейміз. Енді ондай соғыс ешқашан болмасын, тәуелсіз елімізде мәңгілік тыныштық орнасын, көк туымыз биіктікте желбірей берсін. Мына ағалар, Құдай қаласа 100 жылдық мерейтойыңызды тойлағаныңызға куә бола беріңіздер. Ауырмаңыздар, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассалаумағалейкум ардагерлер. Саламатсыздар. Айтатын сөздің бәрін әріптестеріміз айтса ғой. Ең әуелі сіздердің аман-есен келгендеріңізге шүкір. Осы жаңа жараланған адамды көріп отырып, тек қана жараланған адамның өзіне ғана емес, оның әкесіне де, шешесіне де, мысалы әйелі болса, әйеліне де бұл қарау оңайға соқпайды. Ондай жағдайды басымызға Бүкіл отбасына, бүкіл отбасына ондай жағдайды басымызға самасын, соғыс болмасын. Ешқашан қазір жан-жақтағы мемлекеттерге қарасақ, соғыстар көптеген болады, Украинасы бар, Палестинасы бар, ондай соғысты біздің елімізге самасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. рахмет. Ауылда болса сізге сұрақ қойдым. Дегенмен сіздердің жаңағы жараларыңызды қайтадан бетін ашу емес. Ол жерде балалардың сіздердің қандай еңбектермен сол жерден шығып, қандай жағдайлармен аман-есен қайтқандарыңыз, жасаған ерліктеріңізді кішкене өздеріне ұғынсын деген мақсатта біз көрініс жасаған болатынбыз. Мынау алдағы уақытта сіздерге денсаулықтарыңыз мықты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, аман-есен болыңыздар. Мынау ешқашан қабақтарыңызды, көңілдеріңізді қайғы баспасын. Алдағы көрген күндеріңіз бейбітшілік, жақсылық, қуаныш күні бола берсін.
Кайнашы. Контрольный. Какой срок? Полный сезон. Дима, не деме. Можем ответить, ну. Тыш, индеме. Attı götürme. Gözüm sezip alsam sana. Ne yani lan? Asma. Tüme. Ay, como que é? Por que você? Siz ne ya? Bereket. Acayip oldu. Genau. Uyg'onlar vaqt bo'lib kelganingizga ulkan rahmat. Sizlarga alqish beramiz. Avval esingizga beramiz.